Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде 82 сабақ монеталар мен қағаз ақшалар. Сен монеталар мен қағаз ақшалар мен түрлі төлем жасауды үйренесің. Бірінші есеп көбейтумен бөлуді орында. 5-ті көбейтеміз 2-ге тең, 5 ондық көбейтілген 2 тең 100-дік тең 100. 200-ді көбейтеміз 3-ге тең, 200-ді көбейтілген 3 тең 600-дік тең 600. 400-ді бөлеміз 5-ге тең 40 ондық бөлінген 5 тең 8 ондық тең 80. 100-ді көбейтеміз 5-ге тең 100-дік көбейтілген 5 тең 500 тең 500. 300-ді бөлеміз 6-ға тең 3 ондық бөлінген 6 тең 5 ондық тең 50. 600-ді бөлеміз 3-ге тең 600-дік бөлінген 3 тең 200-дік тең 200. Екінші есеп Қазақстанның қай сандар жазылған монеталары мен қағаз ақшаларын білесің. Осы ақшалардың құнын білдіретін сандарды алдымен өсу ретімен, содан соң кему ретімен жаз. Бірінші өсу ретімен 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000. Екінші кему ретімен жазамыз 20.000, 10.000, 5.000. 2000, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1. Үшінші есеп 50 теңге, 100 теңге, 200 теңге монеталарын пайдаланып 500 теңгені ұсақтаудың түрлі нұсқаларын жаз. Үлі бойынша есептеміз. 50-ге қосамыз 200, қосамыз 200, қосамыз 50 тең 500 болады. 100-ге қоссақ 200-ді 300, 300-ге 100 қоссақ 400, 400-ге 100 қосамыз 500 болады. 200-ге қосамыз 50-ді 250, 250-ге 200-ді қоссақ 450, 400-ге 50 теңгені қоссақ 500 теңге болады. 100-ге қосамыз 200-ді 300, 300-ге 200-ді қоссақ 500. Төртінші есеп есепті шығар. Азамат анасымен бірге дүкенге барды. Олар 500 теңгеге май, 200 теңгеге кәмпит және 100 теңгеге нан сатып алды. Азамат анасы екеуі неше теңгеге сауда жасады? 500-ге 200-ді қосамыз 700, 700-ге 100 теңгені қоссақ 800. Азамат анасымен 800 теңге жұмсады. Бесінші есеп есепте 20 теңгені қосқанда 50 теңгеге тең 70 теңге. 100 теңгеден азайтамыз 50 теңгені тең 50 теңге. 50 теңгені көбейтеміз 2-ге тең 100 теңге. 20 теңге қосылған жақша ішінде 100 теңге минус 80 теңге тең. 100 теңгеден 80 теңгені айдайтсақ 20 теңге, 20 теңге 20 теңгені қоссақ 40 теңге. 50 теңге азайту жақша ішінде 50 теңге азайтылған 20 теңге. Жақша жабылған тең. 50-ден 20 теңгені азайтсақ 30 теңге. 50-ден 30 теңгені азайтсақ 20 теңге. 10 теңге бөлінген 2 тең 5 теңге болады. Алтыншы есеп салыстыру. 400 теңге мен 400 теңге тең. 500 теңге 300 теңгеден үлкен. 700-ден 200-ді азайтсақ 500. 500 600 теңгеден кішкентай. 100 теңгеге 900 теңгені қоссақ 1000 теңге. 1000 теңге 900 теңгеден үлкен. Жетінші есеп суретке қара. 100 теңгені бірдей монеталармен, әртүрлі монеталармен қалай шығарып алуға болады? 20 теңгелікті 5 рет қосамыз 100 теңге болады. 250 теңгелікті қоссақ 100 теңге болады. 10 теңгеліктің 5-еуін қосып, плюс оған 50 теңге қосамыз, тең 100 теңге болады. 8-ші есеп 16 теңге, 27 теңге, 51 теңге, 56 теңге, 65 теңге және 70 теңгелік ақшаларды қандай монеталармен жинақтауға болады? 10 теңгеге 5 теңгені қосамыз 1 теңге, тең 16 теңге. 20 теңгеге 5-ті қосамыз 2 теңге, тең 27 теңге. 20 теңгеге 20 теңгені қоссақ 40 теңге, 40 теңге 10 теңгені қосамыз 50, 50-ге 1-ді қоссақ 51 теңге. 20 теңгеге қосқанда 10 теңгені 30 теңге, оған қосамыз 20 теңге, 50 теңге, 50 теңге 5-ті қоссақ 55, 1 теңгені қоссақ 56 теңге. 320-ны қосамыз 60 теңге, 60-ға 5-ті қосамыз тең 65 теңге. 50-ге қосамыз 20 теңге, тең 70 теңге болады. Келесі 9-ші есеп. Дүкенде 3 литрлік минералды судың бағасы 200 теңге тұрады. Егер жалғасының 500 теңгелік қағаз ақшасы болса, ол 9 литр суды неше теңгеге сатып алды? Сатушы оған неше теңге қайтаруы тиіс?
200 теңгелік 3 баклажды бір-біріне қоссақ 600 теңге болады, көбейтсек те 600 болады. 500 теңгелік 2 қағаз 2-500-ді бір-біріне қоссақ 1000 теңге болады. 2-ге көбейтсек те 1000 теңге болады. 1000 теңгеден 600 азайтсақ тең 400. 9 литр суды 600 теңгеге сатып алды. Оған сатушы 400 теңге қайтарды. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.